Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum, hurmetli muhtaram cemaat. Bizlerde musulmanlardan kılgan, ömür bergen, iman bergen, rızık nesip bergen, Allah'a köp degen maqtawlar bolsun, şükürçülükler bolsun. Осы бүгінгі қасиетті жұма баршамызға берекелі болсын, мүбарак болсын. Осы жұма күнде келіп мешітке басып келген қадамдарыңызға Алла Тағала сауаптан қылсын. Қателігіміз, кемшілігіміз болған болса, Алла Тағала баршамызды өз мейірімімен кешірім етсін. Бүгін жұма намазында Абу Ханифа және Ханафи ғалымдарымен олардың еңбектері туралы айтатын боламыз. Ислам бұл адамдарды өзара ынтымақ пен татулыққа, бірлік пен өзара сүйіспеншілікке шақыратын дін. Яғни ислам діні адамдардың арасында бір-біріне деген бауырмалдық болуын қалайтын дін. Алла Тағала қасиетті Құранында «Инна хазихи умматукум умматан вахида». Міне барлығын бір үмметсіңдер деп айтады. Яғни сенімі ортақ. «Ва ана раббукум фа'будун» дейді. Ал мен сендердің раббыларыңмын, ендеше маған ғана құлшылық қылыңдар деп Әнбия сүресінің 92-ші аятында біздерге Алла Тағала бұйырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Ла табағыду, ва ла тахасаду, ва ла тадабару, ва куну ибадаллахи ихуана» дейді. Бір-біріңді жек көрмеңдер дейді Пайғамбарымыз. Бір-біріңе көре алмаушылық жасамаңдар дейді. Бір-біріңе теріс айналмаңдар бір-біріңнен дейді. Алланың құлдары, бір-біріңе бауыр болыңдар деп біздерді, мұсылмандарды бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болуға, яғни бір-біріне бауырмал болуға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерді үгіттейді. Енді мұсылман жамағатының бірлікте болуына себеп болатын, ықпал ететін ең негізгі нәрсе бұл мазхаб ұстану. Яғни біз қазір көпшілігіміз осы қазақ жеріндегі дүйім мұсылман жұрты Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз. Яғни сол жолмен жүреміз. Міне мазхаб ұстану деген бір жол, бағыт, бір көзқарас деген мағынаны білдіреді. Яғни шариғатта бір арнайы бір тәсілдер, ережелер арқылы Құран мен сүннеттен шығарылған үкімдер мен көзқарастар жиынтығын айтады мазхаб деп. Яғни үкімдер мен көзқарастар жиынтығы. Біз сол бойынша амал етеміз. Сол бойынша жаңағы намазымызды оқимыз, сол бойынша оразаны ұстаймыз, тағы да басқа амалдарымызды осы мазхабта айтылған үкімдер бойынша біз жаңағыдай бағдар жасаймыз. Ол не үшін жасалады? Ол біздің тағат, ғибадат, құлшылығымыз біздер үшін оңай болу үшін жасалып қойған жол. Яғни біздерге дінімізді ұстану жеңіл болу үшін жасалған, және дінімізді жеңіл түсіну үшін жасалған жол. Міне осы нәрсе үшін керек. Бұл мазхабты кейбіреулер жаңағыдай бөліну деп жатады. Жаңағыдай кейбіреулер бұл мазхабты жүруге болмайды, ұстануға болмайды деп жатқан біз жандарды ескертеміз. Керісінше бұл мазхаб бөліну ретінде емес, яғни керісінше шариғат үкімдерін әркім өз бетінше үкім шығармау үшін керек дейді. Яғни әркім өз бетінше жаңағыдай Құраннан, сүннеттен үкім шығарып, жаңағыдай өз жолыңды жасап, өзің жаңағы діннің ішінен дін шығарып біз жүре алмайды екенбіз. Яғни біз дінді өз еркімізше, дінді біз өз қалауымызша ұстай алмаймыз. Яғни мен бұлай ұстасам болады, осы менің жолым деген сияқты біз жүре алмаймыз. Яғни біз қалай жүреміз? Ілгерідегі ғалымдардың біз үшін еңбектерін жасап, терін төгіп, жасап кеткен жолмен жүреміз. Міне солай жүру біздер үшін жеңіл болады.
Енді қазіргі таңда бүкіл ислам әлемі мойындаған үлкен 4 мазхаб бар. 4 мазхаб, олар Ханафи, Малики, Шафиғи және Хамбали мазхабы. Міне осы 4 мазхабпен бойынша қайсысын ұстансаңыз да сол жолдан адаспайсыз иншалла. Ал біздің ата-бабаларымыз ғасырлар бойы Ханафи мазхабын ұстанып келді. Ғасырлар бойы, және қазақ еліне, жеріне дін келгеннен бастап деп айтсақ та болады, яғни Ханафи мазхабын ұстанып келді. Яғни біздің ата-бабаларымыз сол себепті халқымыздың арасында дін мәселесінде алауыздыққа жол берген жоқ. Осы мазхабты ұстанғанның арқасында. Яғни дін мәселесіне осы уақытқа дейін, яғни ешқандай да бір алауыздық болған жоқ. Сол арқылы бірлік пен ынтымақта болды. Міне ілгердегі Ыбырай Алтынсарин бабамыз өзінің мұсылманшылықтың тұтқасы деген еңбегінде былай деп жазған екен: мұжтахид ғұламалар арасындағы ұлықтары 4-еу деп осы мазхаб имамдарын айтқан екен. Олар имам Азам, имам Малик, имам Шафиғи, имам Ахмад ибн Хамбал. Бұл 4-еуі шариғат мәнісін толық тексеріп, халыққа түсіндіріп берген. Біз ол 4 имамның ішінде имам Азам мазхабында боламыз. Яғни имам Азамның үйреткен шариғаты бойынша іс жасаймыз деп жазған екен дейді сол жаңа еңбегінде. Енді ислам ғылымдарының қай саласын алып қарасаңыздар да, ондағы еңбектер мен деректерде алдыңғы буын ғұламалардың аты аталады. Мысалы, бір қандай да бір дәлел, қандай да бір дерек келтіретін болса, соңында сол келтірген деректің, яғни айтқан кісінің аты аталады, ғұламаның аты аталады. Яғни олардың көзқарастарына сүйену біздер үшін бір дәстүрге айналып кеткен. Әсіресе фиқх пен пәтуа саласындағы үлкен жаңағыдай еңбектерде бұл үрдіс айрықша көрінеді. Яғни әрбір үлкен ұлы ғұламалардың жаңа айтқан сөздерін негіз қылып отырған. Бұндай кітаптарды, яғни толық терең түсіну үшін дейді, ең алдымен сол ғалымдар жайында біз нақты мәлімет білуіміз керек екенбіз. Яғни ол ғалымның жаңағыдай кім екенін біз біліп тануымыз керек екенбіз дейді. Ал енді бұл не үшін керек? Бұл ғалымның өмір жолы мен оның еңбегінің мазмұнын тану, сол кітаптағы көз қарастардың мәнін дұрыс ұғынуға көмектеседі дейді. Абу Ханифа мазхабында кеңінен танылған жаңағыдай Әл-Хидая, Әл-Ихтияр, Мұлтақа, Фатхул Қадир сияқты жаңағыдай еңбектер бар дейді, туындылар. Сонымен қатар Әл-Мабсуд, Әл-Фатауа Әл-Хиндия деген сияқты жаңағыдай Ибн Абидиннің әйгілі Раддул Мұхтар еңбектері де осындай үлкен ерекше орын алады дейді. Бұл еңбектер ислам құқықтану ғылымының тереңдігін көрсетеді дейді. Сол сияқты ғұламалардың ой пікір жүйесінің кең екендігін айқындайтын еңбектер дейді. Ал енді Абу Ханифа бұл қай жерде дүниеге келді? Оны кейбіреуіміз білсек, кейбіреуіміз білмей жатамыз. Яғни имам Абу Ханифаның Ханафи мазхабын ұстанып жүрміз деп айтуымыз мүмкін, бірақ соның негізін қалаған кісінің кім екенін кейбіреуіміз білмей жатуымыз мүмкін. Ол қай жерде дүниеге келді, қай жылы дүниеге келді, біз оны да білмей қалуымыз мүмкін. Біреуіміз білуіміз мүмкін, біреуіміз мүмкін естен шығарып қоюымыз мүмкін. Сол үшін бір осы Абу Ханифаның өмір жолы жөнінде айтып өткіміз келіп отыр. Абу Ханифа хижри жыл санауы бойынша 80-ші жылы дүниеге келген. Хижри жыл санауы бойынша. Ал қазіргі біздің жыл санақ бойынша, яғни милади жыл санауы бойынша 699 жылы дейді. Куфа қаласында дүниеге келген, яғни омайяттар дейді, Амауи халифасы Абдул Малик ибн Маруанның халифалық тұсында дүниеге келген дейді. Ата бабасы Кабулдан қоныс аударған екен, жаңа сол қалаға. Өмірінің 52 жылын сол Амауилердің халифасы кезеңінде өткізген, және қалған 18 жылын Аббасидтердің кезеңінде өткізген екен. Абу Ханифаның әкесінің аты Сабит. Сабит. Біріңіз білсеңіз, біріңіз мүмкін естен шығарып болған шығарсыздар. Ал Абу Ханифаның өзінің шын аты Нұғман. Естен шығармаңыздар.
Нұғман бин Сабит, яғни Сабиттің баласы Нұғман деген сөз ғой. Яғни атасы Заута дейді, атасы. Яғни Абу Ханифаның ұлты кейбіреулер араб деген, кейбіреулер түркі деп айтқандар да болған екен, бірақ имам Абу Захра оның дәулетті парсы әулетінен шықты деген көзқарастағы көпшілік ғалымдардың жаңағыдай пікірлерін алға тартқан екен. Яғни дәулетті парсы ғалым әулетінен шыққан деп дейді. Міне Абу Ханифаның атасы сол Заута Куфа қаласында 4-ші халифа болған Хазіреті Әлимен жолыққан екен. Қараңыз, атасы. Сол кезде Наурыз мейрамы болып жатқан екен. Наурыз мейрамы болып жатқан кезде Мұхаллаба деген сыйға тартқан екен халифа Әлиге. Яғни Мұхаллаба деген бір тәтті сыйлықты, жейтін тамақ, тәтті тамақ дейді. Ол кезде халифаға тек қана сол өте бай болған, ауқатты болған адамдар ғана жаңағы Мұхаллаба деген сыйлықты сыйлайды екен. Сол кезде осы жиында Хазіреті Әли, Алла оған разы болсын, Заутаның қасында жүрген баласы Сабитке, яғни Абу Ханифаның әкесіне бата берген екен. Яғни Алла тағала балаңызға және оның болашақ ұрпақтарына мол береке берсін деп бата қылған екен дейді. Қараңыз, міне осылай жаңағындай мүмкін бата бергеннің жаңағы әсері шығар. Сол Сабиттің өзі де әкесі, Абу Ханифаның әкесінің өзі де өте тақуа жан болды дейді. Одан да сондай бір әлемге аты әйгілі болған ғалым жаңағы Абу Ханифа дүниеге келген. Оның бір қысқа оқиғасында білесіздер, оның әкесі Сабит жаңағындай өзеннің бойынан бір алманы тауып алып, не қылады? Бір тістеп қалады да, бұл алма жаңағындай жоғары жақтағы, жаңағы өзеннің жоғары жағындағы бір бау-бақшаның иесінікі ғой, соған алып барып берейін деп алып барады, жаңағы алманы ұстап. Яғни қараңыз, бұл сондай бір тақуалығының несі ғой, жаңағы көрінісі ғой. Соны барып бақшаның иесіне барып айтады, мынау алманы не қылдым дейді, жаңағындай сіздің рұқсатынсыз алып қойдым дейді. Яғни кешірім сұрайды. Сонда бау-бақшаның иесі не қылып айтады? Яғни менің бір шартым бар дейді. Яғни ақымды адал ету үшін, кешіру үшін, жаңа сен менің не қыламсың дейді, қызыма үйленесің дейді. Яғни қызым дейді, көзі көрмейді, соқыр дейді, құлағы естімейді, саңырау дейді. Жаңағы аяқ қолы кеміс дейді деп айтады. Бірақ жаңағыда ақысын адал ету үшін бұл шартқа не қылады? Сабит көнеді. Яғни ол кісінің айтып жатқан сөзі не? Сол жаңа қызының тақуалығын айтып жатыр екен дейді. Яғни көзі соқыр деп жатқаны, көзімен бір жамандық нәрсені көрмеген, құлағымен жамандық нәрсені естімеген, аяқ қолымен жаман нәрсені бір істерді істемегені туралы айтқан, меңзеген екен. Міне сол екеуінің арасынан дүниеге, әлемге аты әйгілі болған осы ғалым Абу Ханифа дүниеге, яғни Нұғман дүниеге келген болатын. Алла оларға разы болсын. Міне қараңыз, сол жайында имам Ағзамның немересі Исмаил ибн Хаммад айтқан екен, біз осы дұғаның қабыл болғанына сенеміз деп айтқан екен дейді. Жаңағы Али радиаллаху анхуның жасаған дұғасының қабыл болғаны дейді, деп айтқан екен дейді. Мына имам Абу Ханифа былай деп баяндайды, бір күні имам Аш-Шағбидің жанынан өтіп бараттым дейді. Сол кезде мені қасына шақырып алып, қайда бара жатсың деп сұрайды дейді, яғни жас кезінде. Сонда базарға деп айттым дейді. Жас кезінде Абу Ханифа немен айналысқан? Саудамен айналысқан. Оны сұрап тұрғаным жоқ, сен қай ұстаздан ілім алып жүрсің деп сұрап жатқаным деп айтқан екен дейді. Қараңыз, яғни базарға бара жатырмын деп жатқан, меңзеп жатқан жоқ. Яғни қандай саудамен айналысып жатсың деп сұрап жатқан жоқ. Дүние мәселесін емес дейді. Жаңағындай білімнің ақыреттік болған нәрсені сұрап жатыр ғой, жаңағындай. Қай ұстаздан білім алып жатсың деп сұрады дейді. Сонда Абу Ханифа айтқан екен, еш қайсының сабағына біз бір тұрақты барып жүрген жоқпын дейді, деп айттым дейді. Сонда имам Аш-Шағби білім алуды және білімді кісілермен жолығуды еш уақытта тастама деп айтты дейді. Қараңыз, білім алуды және білімді адамдармен жүруді, солардың жанында үнемі болуды еш уақытта тастама деп айтты дейді.
сен зерек, ақылды да ерік жігері мол жігітсің деп айтты дейді. Сол сөзі маған ерекше әсер етті деп жаңағыда Абу Ханифа айтқан екен. Сол кісінің сөзі маған ерекше әсер етті. Мен содан бастап көп уақытымды ілім алуға жұмсай бастадым деп айтады. Қараңыз, сол кісінің жаңағы айтқан сөзі оған мотивация болып отыр ғой. Жаңа сол айтқаннан кейін мен уақытымды сол білім алуға жұмсадым дейді. Шағбидің ақылы менің ілімге терең бойлауыма қатты әсерін тигізді деп айтқан екен. Яғни себепкер болды деп айтып жатыр дейді. Осылайша Абу Ханифа білімге бір жолата ден қоя бастаған. Жаңағыдай бірақ саудадан не қылған? Қолын үзбеген дейді. Саудасымен де айналысқан және білім алуды да тоқтатпаған. Өмірінің соңына дейін сол саудамен айналысқан, өзінің сенімді серіктестері арқылы саудасын жасап отырған дейді. Енді бұл Абу Ханифаның ілім жолы қандай болды? Бұл Абу Ханифаның ұстаздарын тану, оның ғасырлар бойы жаңағыдай ілім алған, ілімінің қайнарының бастауының қайда жатқанын көрсетеді. Бұл жайында имам Абу Захар айтады, Абу Ханифа деген еңбегінде, имам Азамның айтқанын жеткізеді. Мен ілім мен фиқтың қайнаған ортасында өстім деп айтқан екен өзі. Яғни ғұламалармен бірге жүріп тұрдым, фиқта ең білгір деген ғалымнан білім алдым деп айтқан екен дейді. Яғни ол кісі сол уақыттағы ілімнің қайнап жатқан кезеңінде өмір сүрген екен. Яғни ілім қайнап жатқан, ілім алып жатқан, ілім беріп жатқан сол кезде өмір сүрген екен. Яғни бұл нәрсе Абу Ханифаның сол нағыз ілімнің ортасында өскенін айтады. Яғни Абу Ханифа көптеген ғалымдармен жолығып, сол белгілі бір салада тереңдеп, танымал болғандардан еңбек алған. Яғни мықты имам ғұламалардан сабақ алған. Солардың арасындағы Ирактағы фиқ саласындағы ең мықты ұстаздарының бірі болған Хаммад ибн Абу Сулайманге жаңағыдай шәкірт болған екен. Абу Ханифа сол кісіге фиқ ғалымдарының бірі болған, мықты ғалым болған, сол кісіден сабақ алған. Бірақ тек қана ол кісіден ғана сабақ алумен шектеліп қалмаған екен. Басқа да ұстаздары болған, көп ұстаздар болған. Енді Абу Ханифаның ілімінің қайнар бұлағы болған бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өткеннен кейінгі Куфаға қоныс аударған Али ибн Абу Талиб пен Абдулла ибн Масхудқа барып тіреледі дейді. Қараңыз, сахаба Али ибн Абу Талибтен және Абдулла ибн Масхуд, екі үлкен мықты сахабалар, білімді сахабалар. Соларға барып тіреледі дейді. Яғни өткені бұл сахабалардан Масрук ибн Ажда, Алқама ибн Қайс, Шурайх ибн Ал-Харистан, Амир ибн жаңағыдай Шарахил Аш-Шағби деген кісілер және Ибрахим ан-Нахаи деген сияқты үлкен табиғиндар білім алған екен. Ол табиғиндерден Абу Ханифаның жаңағы ұстазы біз айтып өткен Хаммад ибн Сүлеймен білім алған екен. Мінекей, сонымен қатар Абу Ханифаның дейді ілім шежіресі Абдулла ибн Аббастың құлы Икрима мен Абдулла ибн Омардың азат етілген құлы Нафих деген ғалымдарға барып тіреледі екен. Яғни сол кісілерден сабақ алған дейді. Сондай-ақ Абу Ханифа Меккенің атақты фақихы болған табиғин Ата ибн Аби Рабахтан сабақ алған дейді. Сабақ алған. Яғни бұл айтылып жатқан кісілер, адамдардың аттары, бұл сол кездегі белгілі болған мықты имам ғұламалардың аты жөндері. Сол салаларында, өздерінің салаларында өте мықты болған кісілер дейді. Абу Захра өзінің Абу Ханифа деген еңбектерінде осы жайлы келтіреді дейді, айтады дейді. Абу Ханифа бұл өзінің ұстазы болған Хаммадпен бірге басқа да фиқ және хадис ұстаздарынан сабақ алып отырған дейді. Яғни сол нәрсені тоқтатпаған, үздіксіз сабақ алып отырған. Кейбір кітаптарда дейді, оның ұстаздарының саны 4000 деп те келтіріледі дейді. Қараңыз, тек қана бір ғана ұстаздан емес, бірнеше ұстаздан сабақ алып жүрген дейді. Ал сізбенен біздің қанша ұстазымыз бар, біз өзіміз ойланып қойық та, енді бір былай қарасаңыз. Енді қараңыз, сондай бір әлемге аты шығып, әйгілі бір үлкен бір дәрежеге жету үшін ол қаншама еңбек етті деген сөз ғой. Білім алудың өзі, ол жаңағы айтады ғой, ине мен құдық қазғандай деп айтады, қараңыз. Сондай білім алу жолында 4000-ға жуық жаңағыдай ұстаз болған деп келтірілген екен. Мына Абу Ханифа бір күні
Алла оған разы болсын, халифа Мансұрдың жанына барған екен. Сол кезде ол кісінің жанында өте бір тақуа болған, сопылық жол ұстанған Иса ибн Мұса деген кісі болған екен. Сонда сол кісі жаңағыдай халифа Мансұрға бүгінгі әлемнің бірегей ғалымы осы деп Абу Ханифаны меңзеген екен, көрсеткен екен. Сонда халифа Мансұр, ей Нұғман, ілімді кімнен үйрендің деп сұрайды. Яғни ілімің шежіресі қандай деп сұраған кезде Абу Ханифа айтқан екен, Хазіреті Омардан білім алғандардан Омардың білімін алдым деп айтқан екен. Хазіреті Әлиден сабақ алғандар арқылы Әлидің білімін алдым деп айтқан. Сол сияқты Абдулла ибн Масғудтан ілім үйренгендер арқылы Абдулла ибн Масғудтың білім кәусарынан сусындандым деп айтқан екен. Қараңыз, тікелей жаңағы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан ілім алған сахабалардың ілімін үйрендім деп жатыр ғой. Яғни өз кезеңінде Ибн Аббастан асқан ғалым жоқ еді деп айтқан екен дейді. Яғни үлкен ғалымдардан ілім алған кісі. Міне қараңыз. Соны тыңдай отырған халифа Мансұр, сен өте дұрыс таңдау жасаған екенсің деп айтқан екен. Яғни білімді түп тамырынан алған екенсің деп айтқан мақтау сөз айтқан екен дейді. Яғни білімді өзің бір түп тамырынан алып сусындаған екенсің деген екен дейді. Яғни бұл жерде біз байқап отырғанымыз Абу Ханифа ілімінің бастауын әлемге танымал болған атақты осы 4 сахабаға негіздеген. Яғни атақты 4 сахабаға барып тіреледі. Яғни білімнің негізі. Ал енді ол кісі өз кезегінде тек қана сабақ қана алған жоқ, ұстаз да болды. Яғни сабақ берді, шәкірт тәрбиеледі. Яғни Абу Ханифа 22 жасынан бастап 18 жыл бой дейді. 18 жыл бой жаңа айтып кеткен ұстазы Хаммадтан сабақ алды. Сол кісіде шәкірт болды дейді. Ол 40-қа аяқ басқан кезде сол жаңа Куфа елінің атақты ғалымы Абу Ханифаның ұстазы дүниеден өтіп кетеді. Дүниеден өткеннен кейін оның артында сол жолдастары ұстаздыққа оның ұлы, жаңағы Хаммадтың ұлы Исмайылды ұстаздыққа өткізбекші болады. Бірақ онымен қатар оның артындағы шәкірттерінің арасында да ұстаз болуға жаңа лайықтылар бар еді дейді. Алайда сол кезде Абу Ханифаның өзінің көрсетуімен дарындылығы еске алынды дейді. Жаңағыдай сол қатарынан алдында болды дейді. Яғни шәкірттерінің арасындағы сол Хаммад ұстазының алдында ең үздік шәкірт осы Абу Ханифа болған екен. Ең үздік шәкірт дейді. Сол кезде бұл жаңағыдай Ибн Абдулбар өзінің Әл-Интиқа деген еңбегінде айтады, имам ағзамның мен ілімнің жоғалып кеткенін қаламаймын деген сөзін айтқан екен дейді. Яғни сол барлығы келісіп, достары бәрі ақылдасып, сол Абу Ханифаны ұстаздыққа тағайындайды дейді. Яғни ұстаз болуға дейді. Яғни уақыт өте келе оның аты жайыла бастайды дейді. Шәкірттері көп болады дейді. Соншалықты көп болады. Жаңағыдай мешіттің жаны, мешіттегі барлық жерлердің барлығы жаңа дәріс алқабына айналып кетеді дейді. Яғни дәріс беретін жерге айналады дейді. Яғни үлкен бір сол кездегі үлкен алқаға айналады дейді. Бұл Абу Ханифаның сабақ беру тәсілі дейді, ерекше бір негізге алынды дейді. Сабақ беру тәсілі ол кез келген мәселені шәкірттерімен терең талқыға алатын дейді. Яғни бір мәселе болса, тек қана өзі ізденбейді екен. Яғни өзінің артындағы шәкірттерімен талқыға алып, сол бір көзқарасты ашық айтуға мүмкіндік берген екен. Шәкірттеріне өзінің жаңағы сол мәселе бойынша өзінің пікірін айтуға яғни еркіндік берген дейді. Яғни Муаффақ әл-Мекки деген ғалым бұл жайында айтады. Абу Ханифа мазхабын шәкірттерімен кеңесуге негіздеген болатын дейді. Сол мектебін осы негізде құрған дейді. Олармен ақылдаспай, өз бетімен діни бір ижтихад жасамаған дейді. Бір үкім шығарған жоқ дейді. Яғни олармен ақылдасып барып үкім шығарған дейді. Алла үшін, және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үшін, және мұсылмандар үшін насихат айтқан кезде еш уақытта бұл кісі шектен шықпайтын дейді. Ол кез келген мәселені әуелі бірінші ортаға салып, ең бірінші шәкірттерін тыңдап алатын дейді. Яғни шәкірттері бұл жөнінде қандай жаңа пікірі бар. Әрине ол пікірді олар өз ойларынан алмайды дейді. Жаңағыдай сол Құран, сүннетке, шариғатқа сәйкес. Мәселенің түйін шешу үшін дейді, кейде дейді, 1 ай дейді. Қараңыз. Жаңағы 1 ай зерттейді. Кейде көз қарасым жаңағыдай одан да ұзақ уақытқа жаңа созылып кетеді дейді. Ой бөлісетін дейді.
бір-бірінің арасында ой бөлісетіні соншалық жаңағы одан да көп уақыт ұзап кетеді дейді. Осы бір кейде сол мәселеге байланысты бір көз қарас басым болып шығатын болса, оның шәкірті Абу Юсуф оны бір негіз ретінде белгілеп қояды дейді жаңағыдай. Бір мәселеге байланысты пәтуа шығару үшін қаншама еңбек қылатын еді. Қараңыз, қаншама еңбек қылатын еді дейді. Мазхаб осы негіздерге сүйене отырып құрылды дейді. Яғни ең дұрысы және шындыққа ең жақынада осы тәсіл болды дейді. Қараңыз, яғни өзінің шәкірттерінің арасындағы олардың басқалардың да пікірін тыңдау бұл негізге алынды дейді. Бұл адамдар үшін қанағаттанарлық бір жол болды дейді. Жалғыз өзі ижтихад жасап, яғни жалғыз өзі үкім беріп, тек өз көзқарасын ғана дұрыс деушілердің мазхабынан әлдеқайда жақсырақ болды дейді. Яғни тек қана менікі ғана дұрыс деген жоқ дейді. Яғни барлығын жан-жақты не қылды дейді, зерттеді дейді. Ал енді сізбенен біз бір хадисті ұғынып аламыз да жаңағыдай ой-бой деп жаңа пәтуа бере салуға біз дайын тұрамыз ғой жаңағыдай. Неге? Біліміміздің таяздығы, өте көп нәрсені білмегендіктен. Қараңыз, тек қана пәтуа беруге осындай бір ижтихад жасауға бұл осындай мужтахид болған ғалымдар ғана құқылы, ақысы бар. Сізбенен біз жаңағыдай қарапайым қатарда жүрген мұсылмандармыз. Яғни біздің жасайтын амалымыз не? Сол 5 уақыт намазымызды түгендеп, соны қаза қылмай, оразамызды ұстап, жақсы амалдарымызды жасап жүру. Пәтуа беру, үкім шығару ол біздің мойнымыздағы нәрсе емес екен, құрметті жамағат. Сондықтан бұл жамағаттың арасын бөлетін нәрседе не осы? Бір көз қарасқа байланысты талас, тартыс ұйымдастыру қарапайым мұсылмандардың арасында. Бұл ғалымдардың айналысатын ісі. Біз онымен айналыспауымыз керекпіз. Міне Абу Ханифа шәкірттермен мәселелерді талқылай отырып, оларды да фиқ іліміне етене араластырып отырған екен. Осы тәсіл арқылы. Яғни өзінің мықты шәкірттерін араластырып отырған. Және пәтуа беруге үйреткен дейді. Яғни Имам Азам Абу Ханифа ұстазы Хаммадтан кейін шамамен 30 жылдай сол Куфа жеріндегі үлкен жаңа білім орталықтарында сабақ берген. Яғни сол жерлерде сабақ берген. Оның ұстаздарының саны, шәкірттерінің саны 4000-нан асып жығылады деп айтқан екен. Яғни шәкірттерінің саны дейді, қараңыз. Шәкірттерінің саны 4000-нан асып жығылады дейді. Сонымен қатар кейінгі дәуірлерде келген хадис имамдары дейді, қараңыз. Сол кісіден сабақ алған дейді. Сол кісіден сабақ алған, қараңыз. Яғни олардың, ілімін жетілгендерінің саны 800-ге жуық болған екен дейді, қараңыз. Хадис имамдарының өзі сол кісіден жаңағыдай сабақ алған, дәріс алған, солардың саны 800-ге жеткен дейді. Енді 40 шәкірті соның ішінде ижтихад жасайтын дәрежеге жеткен дейді. Яғни үкім шығаратын дәрежеге жеткен. Имам Базази деген ғалым өзінің жаңағы еңбегінде айтады, Абу Ханифа өз шәкірттерін өте жақсы көрген дейді. Сол жайында сендер менің жүрегімнің қуанышы, көңілімнің жұбанышысыңдар деп айтады екен дейді, өзінің шәкірттері жөнінде. Яғни Имам Азам жаңа осы шәкірттері жөнінде айтады, 36 шәкіртімнің білімі жоғары деп айтқан екен дейді. Яғни үлкен ғалымдар дәрежесіне жеткен. Және солардың 28-і қазылыққа қабілетті болғандар дейді. Олардың арасында 6-ауының пәтуа беруге білімі, яғни білімі жеткілікті болды дейді. Қараңыз, 36 шәкірттің ішіндегі. Мынау 800-ге жуықты айтып атқан жоқ. 4000 шәкірттің ішіндегі 36 шәкіртін айтып жатыр да, жаңағыдай. Ерекше жаңағыдай. Солардың ішінде Абу Юсуф пен Имам Зуфар әрі қазылыққа, әрі пәтуа беруге жаңағыдай білімі толық жетеді деп айтқан екен дейді. Міне қараңыздар, құрметті жамағат, міне Абу Ханифаның осындай үлкен еңбектерімізді айтып отырмыз. Бұл бір жұма намазында қана айтылатын мәселе емес, яғни жарты сағаттың ішінде айтып өту мүмкін емес. Оның жасаған еңбектері өте көп, өте үлкен. Яғни оның еңбектері, үлкен еңбектері бар. Фихул Акбар, Фихул Абсад, Алимул Муталлим, Ар-Рисала, Ал-Васия деген сияқты жаңағыдай үлкен еңбектері бар, құрметті жамағат. Мінекей біз осы Абу Ханифа салып кеткен сара жолмен жүретін болсақ, осы жолды мықтап ұстанатын болсақ, иншалла біз адаспаймыз. Яғни бұл ғалымдар біздер үшін, яғни өзінің терін төгіп, осы дін ұстану біздерге жеңіл болу үшін көп еңбегін сіңіріп кеткен адамдар. Әйтпесе өздерінің тірліктерін жасап, саудасымен айналысып жүре бермей ме жаңағындай, қиналмай-ақ. Бірақ олардың тақуалықтары, ілімге деген сүйіспеншіліктері,
яғни өзінің мойнына алған міндеттерін бізге жеткізу мақсатында, сол алған білімдерін бізге жеткізу мақсатында үлкен тер төккен, үлкен еңбек етіп, соның арқасында иншалла біз бүгінгі күні осы жолда емін еркін, яғни оп-оңай ғана қиналмастан осы дінімізді ұстанып жүрміз. Құрметті жамағат, бұл имам Азам Абу Ханифа бастаған ұлы ғалымдар бұл мұсылман үмметінің бірлігі мен татулығын сақтау жолында өз өмірлерін сарып еткен үлкен ұлы ғұламалар. Сол үшін бізде осы мазхабты берік ұстанып, ілім мен иманды ұштастыра білейік. Сол сияқты бірлік пен бауырмалдықты біз өзіміздің бір өміріміздің өзегі қылып ұстанып алуымыз керекпіз. Алла тағала баршамызды шынайы іліммен нұрландырсын. Ғалымдарымыздың осы сара жолмен тура жүруді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алемин.